Барлықтарыңызға сәлем, біз бүгін сырники пісіреміз. Ол үшін бізге сүзбе керек. Менде осындай сүзбе рассыпчатый дейді, немесе шашпа сүзбе дейді. Және осы сүзбемізге 2 жұмыртқамызды қосып, 2 ас қасық құмшекерімізді қосып, жаңа айтып өткендей шашпа сүзбе болғандықтан блендерден өткізіп аламыз. Сол кезде біздің сүзбеміз сметана сияқты жұмсақ әдемі болады. Жарты ас қасық сахарная пудра және де 3 ас қасықпен ұн қостым. Барлығын қосып алғаннан кейін жақсылап қалақшамен араластырамыз. Дастарханымызға ұнымызды сеуіп, және де қолымызды да ұнмен үйкелеп аламыз. Себебі жаңағы масса қолымызға жабысуы мүмкін. Осылай ас қасықпен қолымызға массамызды аламыз және ұнға үйкелеп, жаймендеп сырникидің формасын жасай бастаймыз. Осылай қолыңызбен үйкелеп пісірсеңіз де болады, немесе формасын келтіру үшін мен осылай кружкамен кішкене айналдырып, формасын жинақтап алдым және кішкене төбесін басып тегістеп аламыз. Осылайынан барлық сырникімізді жасап шығамыз. Менде 8 штук шықты. Және де жасап болғаннан кейін тапамызға сұйық май немесе сармайымызды қыздырамыз. Менде сармай. Сармайымызды қыздырғаннан кейін міне сырникимізді сала бастаймыз. Қатты отта қуырмаймыз. Орташа отта, жай отқа жақын 2 минут қуырып аламыз. Және де қуырып болғаннан кейін астын үстіне аударамыз. Астын үстіне аударып болғаннан кейін қақпағын жауып 2 минут тағы да қуырамыз. Міне бізде сырники пісті. Енді жаймендеп тарелкамызға түсіріп аламыз. Міне сырники биік болып және әдемі пісіп шықты. Сармай салған кезіңізде көп салмаңыздар, себебі жүректеріңізге тиюі мүмкін. Және де сырникиді өзіңіз жақсы көретін тәттімен жесеңіз болады. Менде сгущенка, сіздер варенье қоссаңыз да болады, немесе қаймақпен жесеңіздер де болады. Азан қасқа таптырмайтын тағам. Егер видео ұнаса, маған жазылып, лайк басып және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.